Күн яхшы болсын, аяулы Ноғай ел радио тыңлаушылар. 103.2 толқынында, шайырлық толқынында біз бүгін хабарласуымызды баслаймыз. Бүгін біздің Ноғай елімізде қонақта Құмла ауылының сыйлы, өрметлі оқытушысы, біздің шайыр әптеміз Хадижат Өтеген қызы Бұрымбаева. Аяулы радио тыңлаушылар, сіз көп естесіз оның ятлауларын міне интернет ішінде WhatsApp-ларда біз көреміз, көплерде Хадижат абамыздың әлемет әру ятлаулары бар. Бүгін оның мен сүйдім өзін бізге радио сыйлы қонақ етіп шақырып, өзімен хабарласу үйретпеге. Bizim меканымызға, bizim радиомызға сіз бірінші керек келіп тұрсыз. Хош көріп аламыз сізді, келген аяғыңыз ярасын. Бүгін мен сұрауларым бар еді, бірнеше сұрауым. Сіз сосы міне оқытушылық кеспіңізді неше ел істейсіз, қашан жазып басылағасыз, яслығыңыздың ақында ескерме боласыз, бірінші ятлауларыңызды не зат себеп болған сізге жазбаға, солардың ақында бүгін бізге хабарлап айтсаңыз екен. Сөз сізге. Мен Киздара районының Зарманбет деген ауылында туғамын, Терік яғасында. Әлі ол ауыл жоқ, ер жүзінде бұзылған әдемлері Ново-Владимировка деген ерге көшкөнлер. Сол ауылда, сол юртта мен 8 класс бітіріп, Буйнақска педучилищеға түстім. 1965 жыл. 1969 жыл бітіріп, бізді Ногайский районға еберді іслемеге. Сонда мен бардым Құмла ауылға. Құмла ауылда іслеп басладым интернатта, бастапқы ел. Соң вожатый болып та іследім. Соны соң уже русский язык и литература деген дәріске көштім. Соннан берлі сол школада, сол мектепте мен күні бүгінгі деймде құлық етіп тұрман. 50 елден артық болды да? 50 елден артық болды. Сол еллардың ішінде сіздің қолыңыздан бек көп оқушылар кеткендер да, сіздің жолыңызбан кеткелер бар ма, оқытушылар болғанлар? Оқытушы болғанлар да бар. Оқытушы болып, кеспа алып, іслемей қойғанлар да бар. Школадан ерек қашқанлар бар. Ama орыс тілін сіз үйреткен балалар бегару біледі, сөйтіп естіген. Біледі. Міне, сізге yazуға не зат себеп болған? Қашан алып yazасыз? Мен бала заманнан тұрып жазда таған едім. Тек баяғы біздің атамыз, анамыз қарам болған, ондай затқа мәне бермеген бір классный руководителім бар еді, Уразбаев Сейпидин Құдайбердиевич деп. Ол маға бір 3-4 ятлауды яздырып, Пионерский правдаға еберді. Мен о zaman 6 класста оқитаған едім. Соннан менің 2 ятлауымды баспалап деді газетаға. Дағы да яз бізге ебер деп, үлкен конвертпен письмода келді, со номер газетада келді маға. Тек өкінішке сақланған жоқ, мәне бермегемін, оған мәне бермегемін. Соны соңда яза таған ем школа заманда мәне бермей, әр ерде орыс тілде яза таңыз. Орыс тілде, ол басылапша орыс тілден басыланды. Орыс тілден басыланды. Соң педучилищеде оқитаған заманда яза таған едім. Онда да орыс тілде. Міне уже школаға келіп Құмла ауылда яшағанда мен школада оқымағымын Ноғай тіл. Құр орыс тілде оқығанбыз біз. Мен оқып та үйрендім. Yazıp da үйренетірмін әлі. Ноғайшада yazıp басладым. Машалла. Ноғайшада yazıp басладым. Не деп айтайын, мен біраз ясыртын әдеммін, не зат. Ішіндегі затты көп ортаға шығаратаған әдем туу, соның үшін де қағытқа язамын, болса ярайды деп ойлаймын өзім. Көп затларда. Бар сонда ятлаулар өзім білемін. Іштелігін бірігуді айтпайсың. Бірігуді көрсетпеймін. Соны оқысам, соны бірігу жүрегімді ашқандай болып, жүрегімді, көкірегімді босатқандай болады. Ойларыңызды қағытқа ашасыз. Қағытқа ашамын, сол маға әру жеңіл болады. Ішіңізде сырларыңызды төгесіз. Сол жеңіл болады. Болады, бір-екі әдем болады, басылап та оқып оларға тыңлатамын. Қалай әру, жоқ, мен оны ортаға шығармаймын деп айтамын. Сөйтіп. Енді
Bizim zamanımızda şair деген, особенно bu ноғай шайыр деген зат Кизарский районда олай болмаған. Мында келгенде Кадрияды есіткенде, Кадрияды көрген заманда сондайда жүрегіммен сүйдім оға. Өзім үлкен қызымға Кадрия деп ат таққам мен. Машалла. Мен ясы көллердің алдына да шығып, өзім таққамын атты. Именно өзін Кадрияның өзін сүйіп, Темірболатованың өзін сүйіп таққамын. Неше бебеңіз бар алай? 4 қызым бар. 4 қызың. Сіз нәсіплі қатынсыз. 4 қызым бар, 4-і де үйлі ешіклі, Аллаға шүкір болсын. Қызлар ару да? Қызлар. Келдер дару. Ол болған болса екен, жоқ болғаны соң ете екендігі барына шүкір етіп тұрамыз, тек сәпсем жоғын Алла бермес. Солай дұрыс айтасыз. Дейенлер бар. Сіздің балаларыңыз, қызларыңыздың біреуі сама сөйтіп поэзиямен кәр шеге ме? Жоқ, шекпейді. Олар сәпсем зат етпейді. Может быть, кәр шеккен де болар еді. Мен де оларға да көп заманға дейін өзім затларымды көрсетпегім, ятлауларымды көрсетпегімін. Ясыртын сөйтіп. Әлі біраз есейгенде уже олар аңлап тұрлар. Мама, сен бұлай язады кесінші. Бүтін деп қайсы темаларға сізді язба тартады? Мені нызам тартады. Ол 10 ел школда жүрегіңізді қозғайды. Нызам, халықтың әлі, халықтың келектегісі, маға бүтін де ауыра болды. Сені де ойлаймын, кеш келді бұл ойлар маға. Біраз алдын келген болса, может, біраз артықта жазылған болар еді деп ойлаймын. Сол өзіңіздің сүйген ятлауларыңызды біздің радио тыңлаушыларға бірнешеуін бүгін тыңлап естірсеңіз екен. Орысша да, ноғайша да yazamam. Орысша да оқыңыз, ноғайша да ярайды. Орысша да ярайды, ноғайша өзекті оқыңыз бүгін бізге. Тілейміз. Бала шағым, яслығым, қалай ұзақ, айлақ ұзақ сен қалдың. Бұрыламын, ұмтыламын артыма, зауқлы күнлер келеді көз алдына. Терік яға, ағаш көпір, ақ терек, көк бүлдірген ясыл елкек у кермек. Бәрі затлар бүгін еске түседі, еске түсіп көкіректі теседі. Үйкөн атам терек түпті отырған, ауылдасым шалға атын байлаған. Күнтуарда тұқымның өлігі, мезгіл сайын қарт атамның тілегі. Іслі тетем ақ түннің арасында, аданасым байлы аттың қасында. Әзіз анам майлы өтпек пісірген, шақырады мені емсақ сесімен. Әзіз сеске мен бұрылып қараймын, анамның айтқан сөзін аңлаймын. Аңласам да асықпаймын қайтпаға, қызығамын орамдағы ойынға. Бала шағым, алтын шағым, яслығым, қалай ұзақ, айлақ ұзақ сен қалдың. Бұрыламын, ұмтыламын артыма, ебін тапсам, айланарым балаға. Қайде әру сыдыралар, сіздің ятлауыңызды тыңлағанда өзімді бала шағыма бірден кетіп алдым. Бір кішкей бір тақиқаға көзімді алынды. Сіздің ятлауда өзімнің де тетім есімге түсіп кетті. Анам ошақ баста өтпек салай атырғанды. Сіз бір жүрекке тидіріп бір әрі өте язасыз ятлауыңызды. Тағы да тыңлағымыз келеді. Орыс тілді де ярайды. Тыңлаймыз. Орыс тілді. Юность, дело за тобой. О мой народ, историю твою ничье перо сполна не описало. Узнать богатую историю свою, разве время еще не настало? В тревоге я, что многое забылось, в лету канулось памятью батыров. Прошли века, и многое сокрылось под сизою золой степных тандыров. Скажите мне, где ярко не горели костры нагайцев в ночной тревожной мгле? Ну почему? Скажите мне, где?
Қайда әру ятлаулар, бұрынғы бағыслағанда, бұрынғы яшауға ноғайдың тарихы да сізді қызықсындырып, жүрегіңізді қозғайтанын көремін. Өзікті сіз бүгін жүрегіңіз толқынласады ноғайдың тарихы үшін. Оның yazылмаған тарихы жүрегіңізді қозғайды. Қалған ерін оқыңыз. Сегодня, кажется, все мы одолели. Но почему единства нет, скажите мне? Урал суровый, берега Дуная, и Обь, и Волга-матушка, Азов, все покорилось воинам нагая. Везде готовы были хлеб и кров. Но что случилось? Что мы растеряли? Что нам искать в истории пыли? Часто размышляю, не пора ли легенды разграничить от былин? Сравнить себя с историей героем, воспрянуть духом, силы все собрать. Не чувствовать себя тупым изгоем, земли родимой веру оправдать. Вот цели, к которым мы все вместе в единстве с верой двигаться должны. Молчаливо не топтаться нам на месте. Вот тогда народу мы нужны. Вот тогда откроется завеса, вот тогда рассеется туман. Ты жди и вопреки всему надейся, история откроет тайны нам. Тогда, о юность, дело за тобой, впитать в себя всю славу тех побед. А если надо, то, жертвуя собой, защитить народ свой от всех бед. Сау болыңыз, ағай, қалай әру ятлаушы? Міне анаға, өзіңіздің тербиялаған балаларыңызға, ауылдасларға, ауылыңызға, туған жерге сондай тематикаларында бір ятлауын тыңлар едік. Мүсіреулі боламын деген. Мүсіреулі боламын. Еті елдің қарсысында ерін тапқан халқымға, 77 дұшпанға еңілмеген халқымға мүсіреулі боламын. Атасынан айтқанын еріне еткергенге, анасының айтқанын елге тидірмегенге мүсіреулі боламын. Тұқымыңның тамырын бір ұшын йоймағанға, ер yüzінде юғын бәрісін танығанға мүсіреулі боламын. Мырас қалған сөзлерді жүректі сақлайғанға, атасыз қалған өксізді дейіп қоршалайғанға мүсіреулі боламын. Йолдасының қатесін кешіріп болағанға, өз халқының бәлесін сескенмей қайтарғанға мүсіреулі боламын. Тек әру, ағай. Қалай әру? Әрбір ятлауыңызда сіздің алалыққа шақыру, тазалыққа басты ию сезіледі. Не ойлаймын, сіздің ятлауларыңызды тыңлаған адамдар бұлай қалмас деп бос. Олардың жүрек тамырын қозғарлар деп, жүректеріне етерлер деп. Әлді бұл адамсы, әлді бір ятлауыңызды оқып кетіңіз бізге. Өкінішім. Яшауымның қазынасы әзіз анам, сен едің. Сол қазынадың бағасын өзің барда білмедім. Мен сенің көзлеріңде сезбедім ауыр дертті. Айтаяқ сөзлеріңді өзіңнен әкеттің. Олтырмадым яныңда, жүрек сырымды төгіп. Юғырдым онда мұнда яшау кәрімді көріп. 40 тамырдың бойынан алал сүтті емдірдің. Бөліспегі ойыңман маға неге сенмедің? Неге маға айтпадың өзіңнің ойларыңды? Қара ерге ясырдың жүрегіңді ойыңды. Қайда әру ятлаушы? Алла енді біз міне анамызға тірі заманда дүния қашып біз қуып жүреміз. Анамыз бар заманда білмейміз қайда ол баға бізге да. Өзікті бұл ятлау ойландырмарик әрбір ноғайды, әрбір оқушыды. Ана бар заманда оға біз икон сый өрмет ету керекпіз да. Заман таппарбыз анаға. Дүнияның ызына біз етпекпіз. Бір күнде нешам қусақты. Дүния түлкі, қашады біз қуамыз, оны ызына етпекпіз. Анамыздың көңілімізге біз ету керекпіз. Қадияр спай ятлауыр, сау оңыз. Тағда бір ятлауды оқып кеттіңіз. Бұл да benim ойларымды айтпам.
Туған тайдан ел арғамақ болама, егер оны егіт ноқталамаса. Бұл сөздерден жүрек ері болама, егер оға ерау аңын салмаса. Сенің халқың үйкөн даңқлы болама, әрбір инсан ел әдетін тұтпаса. Сенің жолың қиынлықсыз болама, егер сені үйге сүйім тартпаса. Бауда еміс балдай тәтлі болама, егер бауға сен қиының салмасаң. Сөнгін сүйім жаңғырмаға болама, жүрөклерде кішкей сезім қалмаса. Аналардың күлкісі шат болама, балалары қартлығын сыйламаса. Ата жүрек рахат болып болама, уыллары яшау yolын таппаса. Алдыдағы yollar үйкөн болама, егер оға соқпақлар қосылмаса. Кішкей елға теңізге құйылама, егер оны шоқырақлар толтырмаса. Ер yüzünde insan яшап болама, төгіректе өзіндейлер болмаса. Қара түнде қайғы баспай болама, әр күн сайын ақ мұратың толмаса. Машаллах. Абай, сізді бүгін тыңлап тұрған радио тыңлаушыларға да бір-екі ауыз жылы юроңызды айтып кетіңіз. Бізді көп адамдар тыңлайдылар, біздің радио тыңлаушыларымыз, ясикөлер де көп олардың ішінде. Олар тыңлап қуанып тұрғандыр сіздің бүгін өнеріңізге, талабыңызға. Оларға бір игі бір-екі ауыз сөзіңізді айтып кетсеңіз екен. Мен 10 шақ ел школада ішлегеннен саялы орыс тілін әдебиетін үйреткөн үшін да мен бәрінде шақырамын. Ноғай тілді білмеге, үйренмеге, балаларды үйретпеге, жиенлерді, ұнықлардың бәрінде үйретпеге мен шақырамын. Bizim мойнымызда үлкен борыш. Үлкен борыш. Тіл жоқ болса, ел жоқ болады. Ел жоқ болса, атымыз да жоқ болады. Оны соң бізге тарих та керекту, яптаулар да керекту, бір зат да керекту. Сөніп қалады. Мен айтайым. Бәріне де яқшылық yorayman. Бір-бірісіне нәсіп yorayman. Бір-бірісіне игі болып yaşamaға керек, соны yorayman, бәріне де тілеймін. Көп сау болыңыз, тілегіңіз яқшауға шықсын, бәр еткен ісіңізді Алла қабыл етіп алсын, халқыңыз сізді бөтенді өрметлесін, сізге денсаулық, үстінліктер yorayman. Өзікті сіз дұрыс айтасыз, сіздің бәр етлауыңызда біздің ата-бабаларымыз бір әрі сөз айтқан, тілі бар халық, тілі жоқ халық балық деп. Балық болмайық, халық болайық. Сөйтіп сіздей абайларға, сіңлілерге, өзіміздің теңдерімізге бәрі язатаңыларды біз өздерінің ішінде сырларын айтпа сүйсе, Ноғай ел радиосына шақырамыз, оларды халық тыңлағанын сүйеміз. Біз Ноғай ел радиосы сол мұратпан, ниетпен істейміз, тіліміз сақлансын, өрленсін, келе тұрған яс өспір тілімізді ұмытпасын. Сіз айтқалай, тіл жоқ баса, елді жоқ, халықта жоқ. Сау болыңыз. Аяулы радио тыңлаушылар, бүгін сіз тыңладыңыз, бүгін бізде радиода ятлауларын bizim белгілі, bizim сүйікілі шайырымыз Хадижат Өтеген қызы Бұрынбаевадың. Біз оға үлкен разылықты білдіреміз. Енді сізді бізді бүгін тыңлағаныңызға сау бол айтпа сүйеміз. Аман тұрыңыз, көріскенше күн яқшы. Сен де сау бол, сәлемет.